Қаламатса, мен студент дәрігер Жұмен Мажан, және де жасайтын манипуляциямыз біздің сіздің құлағыңызға қаскетпері жасаймыз. Бұл үшін керекті құрал-жабдықтарды дайындаймыз, яғни бізге керекті құрал-жабдықтар маңдай рефлекторы болып табылады, және де құлақ воронкасы, одан кейін жарық көзі болып табылады. Керек құралдарды алғаннан кейін науқасты өзімізге қарап отырғызамыз, және де перчатка міндетті түрде перчатка киіп аламыз. Перчатка кигеннен кейін бізге жарық көзін жағамыз, және де маңдай рефлекторын киеміз. Науқасты айтып өту керек, құлағын тексерген кезде бірінші сол құлақтан бастап тексереміз. Бұрамыз жарық көз 90 градуспен тұрады, және де сыртқы жолдарын көреміз. Яғни бұнда кедергілер, фурункул, тағы басқа нәрселердің болмауын қадағалаймыз. Одан кейін құлақ воронкасын аламыз, яғни бір қолдың бірінші және екінші саусақтарына ұстаймыз. Құлаққа кіргіземіз, және де жарық түсіре отырып, ересектерді құлақты анатомиясына байланысты жоғары және артқа қарай тартып тексереміз, ал балаларда артқа және төменге қарай тексеріп өтеміз. Осы жолда кедергілер кездесуі мүмкін. Құлақтың бұлағы кедергілер кездесуі мүмкін. Ол кедергілер кездескен жағдайда оны бірінші тазалап аламыз. Одан кейін тексеруді ары қарай жалғастырамыз. Және де нормада ересек адамдарда анатомиясына байланысты құлақтың есту жолы 26 мм болып табылады, және де дабыл жағдайымен тұйықталады.